Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кешкі асқа ерекше тағамдардың бірі голубцы из капусты тағамының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде менің рецептімен қайталап жасап көріңіздер. Мені қолдап видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Ең алдымен капустамыздың түбін осылай төрт бұрышты етіп кесіп, қайнаған суымызға қойып бұқтыратын боламыз. Онан соң салмамызды әзірлеп аламыз. Салмамызға тартылған ет, күріш, укроп, пияз, тұз және бұрыш қосып араластырып аламыз. Сол уақытта қырыққабатымыз да бұқтырылып дайын болады. Онан соң қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, көкөністерімізді, пиязымызды, болгар, бұршын, қызанақ, картоп, сәбізімізді салып, томаттың соусымызды құйып, барлығын қуырып, орташа отта бұқтырып қоямыз. Ол бұқтырылып жатқан кезде жаңағы салмамызды капустаға саламыз. Капустамыз ыстық судан шыққан соң осылай қабығы оңай ажыратылатын болады. Қатты өзектерін пышақпен кесіп алып тастап, ішіне салмамызды салып, мен видеода көрсеткендей етіп ораймыз. Яғни түбі жағын сыртынан қаптап жібереміз. Сол кезде капустаңыз ашылып кетпейтін болады. Барлығын солай дайындап алып, жаңағы қазанымыздың үстіне қойып, орналастырып, жақсылап, үстіне суымызды құйып, тұзымызды, дәмдеуіштерімізді салып, бетін жауып 40 минутқа бұқтырып қоямыз. Біздің ерекше кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Мені қолдап кетіңіздер.